Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың бөлімі науқастың функционалды жағдайын бағалау. Сабақтың тақырыбы қан қысымын өлшеу. Оқытудың мақсаты: қан қысымын өлшеуді үйрету. Оқушы білуі тиіс. Қан қысымы ұғымын, қалыпты жағдайда қан қысымын өлшеу техникасын, бағалау критерийлері. Қан қысымын өлшеу техникасын көрсете біледі. Артериалдық қысымның алынған нәтижесін сандық түрде бақылау парағына және графикалық түрін қызу парағына тіркей алады. Енді бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын өткен сабақты есімізге түсірейік. Өткен сабақ бойынша бірнеше сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап беріңіздер. Және өздеріңіздің жауаптарыңызды менің жауабыммен салыстырыңыздар. Алғашқы сұрақ: артериялық пульс дегеніміз не? Жауабы: жүрек қанды қан тамырларына айдаған кезде қан қолқаның, яғни аортаның қабырғасына соғылғанда осы механикалық тербеліс артериалдық пульс деп аталады. Келесі сұрақ: қалыпты жағдайда дені сау адамдарда пульс жиілігі неше болу керек? Жауабы: 1 минут ішінде 60-80. Тахикардия және брадикардия дегеніміз не? Жауабы: егер пульс 1 минут ішінде 80-нен жиі болса, онда оны тахикардия деп атайды, ал егер пульс 1 минут ішінде 60-тан сирек болса, брадикардия деп аталады. Пульстың қасиеттерін атап беріңіз. Жауабы: жиілігі, ырғақтығы, көлемі, толысуы және кернеу күші. Тамыр соғуын зерттейтін жерлер. Жауабы: кәржілік, шынтақ, ұйқы, самай, тізе асты, сан, аяқтың сыртқы артериялы. Егер сіздердің жауаптарыңыз менің жауабыма сәйкес келсе, демек сіздер өткен сабақты жақсы меңгердіңіздер. Енді бүгінгі тақырыпқа көшсек. Қан қысымы дегеніміз не? Қан қысымы қан тамырларының, яғни күре тамырлар мен көк тамырлардың қабырғаларына түсетін күш немесе қан қысымы. Артериалдық қысымның бірнеше көрсеткіштері бар. Яғни олар систолалық және диастолалық. Систолалық дегеніміз, яғни ол жоғарыға. Ол жүрек қанды қолқаға айдап, жиырылған сәтте қан қысымының жоғарылауы. Ал диастолалық, яғни ол төменгі. Ол жүрек босаңсыған кезде қан қысымының төмендеуі. Ал систола және диастола арасындағы айырмашылық пульстық қысым деп аталады. Сау адамның қан қысымы қалыптыда 120-80 мм сынап бағанасын құрайды. Қан қысымының жоғарылауын гипертония, ал төмендеуін гипотония деп атайды. Артериалды қан қысымын өлшейтін құралды тонометр деп атаймыз. Артериалдық қысым бірқатар факторларға байланысты өзгермелі шама. Яғни дене белсенділігіне байланысты, жүгірген кезде, немесе физикалық күш түскен кезде қан қысымы жоғарылайды. Тәулік уақытына байланысты, күндізгі уақытқа қарағанда түнгі уақытта қан қысымы төмен болады. Адамның психологиялық күйіне байланысты және стимуляторларды қабылдауына байланысты. Мысалы, кофе, шай қабылдау қан қысымын жоғарылатады. Және тағы да басқа бірқатар факторлар артериалдық қан қысымының өзгеруіне алып келеді. Бұл бейнеде артериялық қан қысымын дұрыс өлшеу әдісін үйренеміз. Жүректің әр соққысында қанның жүректен тамырға құйылуынан қан қысымы пайда болады. Жүректің соғысына байланысты қан қысымының екі өлшемі бар. Біріншісі систолалық қан қысым. Бұл жүрек жиылу кезеңінде пайда болады. Қан жүректен негізгі артерияға, одан дененің басқа аймақтарына құйылады. Екіншісі диастолалық қан қысым. Жүрек бұлшықеті қанмен қайтадан толтыру кезеңінде пайда болады. Ол кезде тамырларда әлі де қысым бар, бірақ ол систолалық қысымнан төмен келеді. Қан қысымы сынап миллиметрмен өлшенеді. Қан қысымы дзонда 70 дегеніміз, систолалық қан қысым дзон, диастолалық қан қысым 70 деген мағынаны білдіреді. Қан қысымды өлшеуге манометр және стетоскоп қажет. Қолдың қалыңдығына байланысты манометрдің әртүрлі өлшемдері болады.
Қан қысымы ашық иықта және пациенттің отырған немесе жатырған күйінде өлшенеді. Өлшеудің алдында науқасқа 3-5 минуттық үзіліс берілу қажет. Себебі егер науқас қобалжыса немесе жүгіріп келген болса, оның қан қысымы физиологиялық түрде жоғары болады. Енді өлшеу әдісіне көшейік. Біріншіден, иықтың артерия қан тамырын оның соғысын сезу арқылы тауып алуымыз қажет. Бұл артерия қан тамырын медицинада артерия брахиалис деп атайды. Брахиалис латын тілінен аударғанда иық деген мағынаны білдіреді. Бұл иық қан тамыры бицепс бұлшықеті мен трицепс бұлшықетінің арасында болады. Сіздерге бұл қолдың моделінде манжетті пайдалануды көрсетеміз. Артерия таңбасы иықтың артерия қан тамырына бағытталуы қажет. Манжетті шынтақтан 2-2,5 см жоғары орналастырамыз. Кейін білекте радиалды пульсті тауып, пульсті сезбегенше манжетті үрлейміз. Стетоскоптың мембранасын шынтақ аймағына орналастырамыз. Стетоскопта ешқандай дыбыс болмауы керек. Өйткені манжеттің қысымы систолалық және диастолалық қысымнан жоғары. Яғни қан тамыры, иықтың қан тамыры толық жабық. Енді өлшеуіштің клапанын абайлап ашып, манжеттің қысымын шамамен секундына 2-3 сынап миллиметрге азайтамыз. Манжеттегі қысым систолалық қысымнан төмендегенде қанның аз мөлшері ағып бастайды. Алайда манжеттегі қысым диастолалық қысымнан әлі жоғары болғандықтан қан тамыры толықтай ашылмаған. Қан тамырындағы бұл қанның әрі-бері аққанын стетоскоппен ести аламыз. Бұл біздің систолалық қысымымыз. Манометрден белгілеп аламыз. Манжеттің қысымы одан әрі төмендеген сайын, яғни диастолалық қысымнан төмендеген сайын, қан тамыры толықтай ашыла бастайды. Нәтижесінде стетоскоптағы дыбыс та азайып, ақырында мүлде жоқ болады. Яғни дыбыс естілмеген сәтте соңғы соғыс бұл біздің диастолалық қан қысымымыз. Оны манометрден оқып аламыз. Клапанды толық ашып, манжетті шешіп аламыз. Қан қысымын өлшеу алгоритмі. Мақсаты: қан қысымының көрсетілімдерін анықтау және зерттеу нәтижесін бағалау. Жүрек қан тамырлары жүйелерінің функционалды ерекшеліктерін анықтау. Қолдану көрсетілімдері: науқастың функционалды жағдайын бағалау. Мүмкін болатын асқынулар: қолдағы артерияның ұзақ қысқанын ауру сезімінің болуы. Қажетті құралдар: тонометр, фонендоскоп, қаламсап, қызу парақ қажет болады. Алдымен науқастың аты-жөнін анықтап, ем-шараның мақсатын түсіндіріп, келісімін аламыз. Науқасқа ыңғайлы қалып беріп, жеңін түруге көмектесеміз. Науқастың қолы жазылған қалыпта, яғни алақанмен жоғары қараған қалыпта болуы керек. Тонометрдің манжетасын науқастың иығына шынтақтың иілген жерінен 2 см жоғары жүрек деңгейінде, оның арасына бір саусақ өтетіндей қылып қондырамыз. Манжетаны иыққа ілмек көмегімен жұмсақ ұлпаны қыспай бекітеміз. Манометрді манжетаға бекітіп, тілдің қалпын шкаланың 0 белгісімен турасын тексереміз. Шынтақ шұңқыры аймағындағы шынтақ артериясынан тамыр соғуды анықтаймыз. Фонендоскопты осы жерге қоямыз. Алмұрт тәрізді баллоншадағы вентильді жауып, манжетаға баллоншамен ауаны толтырамыз. Ауамен шынтақ артериясындағы пульсация жоқ болып кеткенше және манометр қалыптан жоғары, яғни 20-30 мм сынап бағанасын көрсеткенше толтырамыз.
Вентильді ашамыз және ақырын манжетадан ауаны жаймен босатып қоя береміз. Бағананың немесе тілдің жылдамдығының түсірілуін қараймыз. Көрсеткіштер жылдамдығы 2 мм сынап бағанасынан өзгеріп отырады. Бір мезгілде көңіл қойып, артериядағы дыбысты тыңдаймыз және манометрдің көрсеткіштерін қадағалаймыз. Бірінші дыбыс пайда болған мезгілде манометрдің көрсеткішін белгілейміз. Жүрек жиырылған мезгілдегі артериалдық қысымның көлемі, яғни ол систолалық қан қысымы, және дыбыс жойылған мезгілдегі ол жүректің босасу мезгіліндегі артериалдық қысым, яғни диастолық қан қысымын белгілеп аламыз. Манжетадан толығымен ауаны шығарамыз. Науқастың қолынан тонометрдің манжетасын шешеміз. Алынған мәліметті сандық жазу түрінде бақылау парағына және бөлшек түрінде қызу парағына жазамыз. Екінші қолға емшараны қайталап, алынған мәліметті салыстырамыз. Фонендоскоптың басын 2 рет 70% спиртпен залалсыздандырамыз. Науқасқа өлшеген қан қысымының нәтижесін хабарлаймыз. Денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша артериялық қан қысымын өлшегенде мына ережелерді сақтау қажет. Бірінші, науқас орындықтың арқасына тіреп отыруы қажет. 5 минуттық демалудан кейін өлшеу тыныштықта жүргізіледі. Екінші, науқас отырғанда аяғын айқастыруға болмайды. Тексерудің алдында 1 сағат бұрын кофе және қою шай қабылдамауы, темекі шекпеуі, симпатомиметиктерді қолданбауы керек. Артериялық қан қысымын өлшеу алдында қуықты босатып алу қажет. Себебі толып тұрған қуық артериалдық қысымды 15-10 мм сынап бағанасына дейін көтеруі мүмкін. Қысымды өлшеп жатқанда сөйлесуге және қозғалуға болмайды. Екі қолды да өлшеу қажет. Кейіннен артериалдық қысымның жұмыс деңгейі қалыптасқанда қан қысымы жоғары болған қолын ғана өлшейді. Манжета қысқа немесе тар болмау керек. Ол артериалдық қысым деңгейін жалған жоғары көтеруі мүмкін. Алдарыңызда температуралық парақ үлгісі берілген. Яғни температуралық параққа карта нөмірі, науқастың тегі, аты, әкесінің аты жазылады. Туған күні және палата нөмірі. Күні, нешінші күн ауруханада, стационарда нешінші күн жатқан белгіленген. Және бірнеше көрсеткіштер белгіленген. Пульс, артериялық қан қысымы және температура көрсеткіштері белгіленген. Пульс және температуралық көрсеткіштер температуралық параққа график түрінде, ал артериялық қан қысым бөлшек түрінде белгіленеді. Яғни алдыларыңызда дайын сызылған температуралық парақ үлгісі тұр. Сабақты бекіту. Бірінші сұрақ. Қан қысымын өлшер алдында қандай ережелерді сақтау қажет? Жауаптарыңызды менің жауабымен салыстырыңыздар. Бірінші, науқас орындықтың арқасына тіреп отыруы қажет. Өлшеу тыныштықта жүргізілуі керек. Екінші, науқас отырғанда аяғын айқастыруға болмайды. Үшінші, тексерудің алдында 1 сағат бұрын кофе және қою шай қабылдамауы, темекі шекпеуі, симпатомимиктерді қолданбауы керек. Төртінші, артериялық қан қысым өлшеу алдында қуықты босатып алу қажет. Бесінші, қысымды өлшеп жатқанда сөйлесуге және қозғалуға болмайды. Алтыншы, манжет қысқа немесе тар болмауы керек. Келесі сұрақ. Гипертония және гипотония дегеніміз не? Жауаптарыңызды менікімен салыстырыңыздар. Қан қысымның жоғарылауын, яғни 120-80 мм сынап бағанасынан жоғары болса гипертония, ал 120-80 мм сынап бағанасынан төмен болатын болса гипотония деп аталады. Келесі сұрақ. Қан қысымын өлшеп болғаннан кейін оны қайда жазамыз? Жауабы. Қан қысымын өлшеп болғаннан кейін алынған мәліметтерді сандық жазу түрінде бақылау парағына және бөлшек түрінде қызу парағына жазамыз. Келесі сұрақ. Систолалық, диастолық, пульстық қысым дегеніміз не? Жауабы. Систолалық қысым ол жүрек жиырылған сәтте қан қысымының жоғарылауы. Диастолалық қысым ол жүрек босаңсыған кезде қан қысымның төмендеуі. Пульстық қысым ол систолалық және диастолалық қысымның айырмашылығы.
Қан қысымын өлшеудің мақсаты және қолдану көрсетілімін айтып беріңіз. Жауабы: яғни мақсаты қан қысымының көрсетілімдерін анықтау және зерттеу нәтижесін бағалау, жүрек қан тамырлар жүйелерінің функционалды ерекшеліктерін анықтау. Қолдану көрсетілімдері науқастың функционалды жағдайын бағалау. Егер сіздердің жауаптарыңыз мегімен сәйкес келсе, демек сіздер бүгінгі сабақты жақсы меңгердіңіздер деген сөз. Байланысты рефлексия жасасақ, яғни тазалық рефлексиясы. Тақырып бойынша алған керекті ақпаратты чемоданға салыңыздар. Сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар. Бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендері болса, беттартқышқа салыңыздар. Үй тапсырмасы. Бірінші, күнделік толтырыңыздар. Екінші, температуралық параққа сызып, жазып үйреніңіздер. Үшінші, жағдаяттық тапсырмаларды шешіңіздер. Тапсырма 1. Науқастың қан қысымын өлшегенде 100-80 мм сынап бағанасын көрсетті. Осы қан қысымына жалпы сипаттама беріңіз. Систолалық, диастолалық, пульстық қан қысымдары туралы айтып беріңіз. Екінші тапсырма. Терапия бөлімшесінде емделіп жатқан науқастың қан қысымын өлшегенде 180-120 мм сынап бағанасында болды. Осы қан қысымына жалпы сипаттама беріңіз. Қан қысымын өлшеу ережесін айтып беріңіз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.